Сәлем достар, сіздермен B2A каналы. Бүгінгі сабақта біз екінші экран құратын боламыз, және де бірінші экраннан сол екінші экранға көшу кодын жазамыз. Ол үшін проект құрыңыздар, атап, және де осы құрылғанда қарап отқандарыңызда міне бір ғана экран бар. Бірінші экран. Екіншісін құру үшін app дегенге кіреміз. Әрі қарай res layout. Layout'ın ішінде activity main ғана тұр. Оң жағын басып мышканың new activity. Әзірге empty activity таңдаймыз. Бос activity. Activity'дің атын осылай қалдыра береміз. Main to activity болады. Яғни екінші activity деймін. Міне қарасаңыздар, екінші activity құрылды. Бірақ бұл жерде ешқандай әзірге компонент жоқ. Бірінші activity'ді hello world деген сөз ғана бар. Екінші activity'ден бастайық. Text view қойық. Текст көрсетіп тұру үшін. Бұл жерге текстке екінші activity'де жазайық. Ата text view ID. Text size'ды үлкейтейік. 30-ға. Text style bold'ға қойық. Cursive. Text color өзгертейік. Розовыйға. Екінші activity'ді болдық. Енді бірінші activity'ға қазір кнопка қосайық. Және де кнопкаға событие қосу арқылы екінші activity'ді ашамыз. Кнопканы аламыз. Үстіндегі нүктені басып ұстап тұрып бұлай жанға, оң жаққа қойсақ, өлшемдер шығып тұр мына жерде. Осындай өлшеммен арақашықта тұратын болады, яғни үстіңгіден 116 пиксель, dp, сол жақтан 148 dp. Button текстқа жазайық. Екінші экранға көшу деп. Екінші экранға көшу. Әрі қарай өткен сабақта жасағанымыздай onClick қасиетіне жазуымыз керек. Событияны. btn click дей салайын. Неке жаздық. Кнопка добавить еттік. Екінші activity добавить еттік. Енді бірінші activity'ға код жазайық. Сипатта көрейді кетейік. Button екен. Alt Enter'ді басып мынаға теңіп түзейміз. Әрі қарай onCreate'да button тауып кетейік. Жақшының ішінен button find view by ID r.id.button шар. Button екен. Өйткені біз өзгерткен жоқ, buttonның атын солаймен қалдырдық. Енді public void button click view v фигуралық жақшалар. Alt Enter'ді басысыңыз деп сұрап тұрып бағдарлама. Әрі қарай intent құру керек. Terpin new intent sys түр main activity to.class start activity intent жазамыз. Яғни мына intent деген қай жақтан қай жаққа көшу керек екенін көрсетеді.
This дегеніміз осы main activity'дан main activity 2 деген класс дегенге осы екінші activity'ға көшу. Start activity мына intent'ін атын қоямыз, болды. Тексеріп көрейік. Мен эмуляторды қосып қойдым. Енді қазір эмуляторға жүктелу керек, осы бағдарлама қондырылу керек. Сосын эмуляторда тексеретін боламыз. Неке біздің бағдарлама жүктелді эмуляторға. Жаңа біз бастапқы бетте көрсетіп кеткенде үсттен осынша араға шықтық, сол жақтан осынша араға шықтық алып тұр. Біз оң жағымен астын көрсеткен жоқпыз, сондықтан мына экранға сәйкес кішкене оңға қарай жылжып кеткен. Кнопканы басып көрейік. Екінші activity ашылды, және екінші activity деген сөз бар. Назад батырмасын бассақ, біріншіге қайтып келеміз. Бұл бірінші activity'дан екінші activity'ға көшуді түсіндірді бұл жерде. Енді кішкене қиындатайық бағдарламаны. Бірінші activity'ға екі текст енгізетін поле добавить етейік. Біреуіне логин, екіншісіне пароль енгізетін еғыл. Сосын соларды тексереміз. Сәйкес болса, сол кезде ғана екінші activity ашылатын болады. Name деген жерді қалдырдым, және password дегенді алайын. Password жаңағыдай мынандай істеуіміз керек. Орнынан қимылда кетпес үшін. Бұл constraint layout деген осылай жұмыс жасайды. Password астында. Ат берейік. Edit text деп тұр, екіншісі edit text 2 деп тұр. Солай қала берсін. Мына жерге құрамыз оларды. Edit text 1 тұр. Edit text 2 деп. Жаңағыдай қылып байланыстырамыз. Edit text 1 тен edit text find UI. Екінші edit text байланыстырамыз. Жерге 2 деп қойып жібереміз. Ары қарай баттымды енді тексереміз. Edit text 1 нүкте get text. Мына жерге string деген переменный алайын. String деген жол. Оның біріншісін логин деп алайын. Бұл string болғандықтан мынаны да stringке айналдыруымыз қажет. Екінші edit text 2 дегені password деп алайын. Яғни бірінші логин енгізеді, екінші пароль енгізеді. Ары қарай екінші activity-ді ашу үшін бірінші біз енгізген логин мен пароль тексеретін, содан кейін барып екінші activity ашылатын қылып жасайық. Ол үшін if жазамыз. Login нүкте equals деген бар. Соның ішіне login деп жазамыз. End деп қойық. Password нүкте equals шақшаның ішінде. Яғни біз қолданушы енгізген логин мен парольді тексереміз. Егер олар пароль password дегенге логин дегенге тең болса, екінші activity-ді ашамыз. Ал басқа жағдайларда екінші activity-ді ашпаймыз. Ашылды. Логин енгіздік. Пароль енгіздік. Пароль деген поледі жазсақ, біз жазып атқанымыз нүктемен белгіленіп шабылып қалып тұр. Өткені біз қойғанда password деген компонент қойдық. Екінші экран көшу. Екінші activity ашылды. Артқа қайтайық та, енді логин дегенді мысалға log деп қалдырып и кнопканы басып көрейік. Өздеріңіз көріп отқанда ештеме орындалмайды.
Сонымен біз бүгінгі сабақта екінші activity құрдық. Сол екінші activityға көшетін бірінші activity'ден кнопка қостық, және де екі текст енгізетін поле қостық. Оның біреуі логин, екіншісі пароль енгізуге. Парольға password деген компонент қолдандық, логинге plain text деген. Олардан жіберілген данныйларды кнопка басқан уақытта алдық, get text пен toString айналдырып, және де шарт арқылы олардың логинға және passwordқа тең болуын тексердік. Тең болған жағдайда ғана екінші activity'ді аштық. Егер де сұрақтарыңыз немесе ұсыныстарыңыз болса, комментарийға жазып қалдырыңыздар. Видео ұнаса, лайк басып, достарыңызбен бөлісіңіздер. Және де каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған B2A каналы. Сау болыңыздар.